Барлығыңа сәлем достар. Әлемге әйгілі Аяз ата, яғни Санта-Клаус, жаңа жылда бір рет келіп, балаларды сыйлықпен қуантатынымыз барлығын білеміз. Ал сол Аяз атаның ең сұмдық жасаған тірліктерін, яғни ең сұмдық аңызды естіп көрдіңіз бе? Егер естімесеңіз, бүгін сіздер еститін боласыздар. Арнаға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыра отырыңыздар. Бірде шалғайдағы ауылда жаңа жылды тойлаудың қараңғы жағы туралы ерекше аңыз пайда болды. Бір жылдан екінші жылға ауысу кезінде Аяз атаның зұлым рөл атқаратындығы айтылды. Бұл бұрмаланған ертегіде Аяз ата көңілді сыйлық беруші емес, балаларда мерекелік сияқты көрінетін сыйлықтармен алдаған айлакер тұлға болды. Аңыз бойынша Аяз ата жаңа жыл қарсаңында көлеңке жамылғысын жамылып келеді. Ол ойыншықтар мен қуанышқа емес, оның шынайы ниетін жасырған қулықпен оралған сыйлықтарға толы қапты алып жүрді. Бұл сыйлықтар рахат әкелу үшін емес, алдап, бейбақар балаларды оның қолына түсіру үшін болды. Сағат түн ортасынан соққан кезде Аяз ата қараңғылықты араласып, оның анықтаудан аулақ болып, үнсіз үйлерге кіріп кетті. Ол жаңа жылдық шыршаның астына өзінің жаңылыстарынан сыйлықтарын қойып, балалардың қызық санасын баурап алу үшін әр қайсысын мұқият таңдады. Сыйлықтар жарқыраған қағазға оралған және күрделі садақтармен безендірілген, сиқырлы болып көрінді. Бірақ олардың ішінде зұлым сиқыр жатыр. Бұл алдамшы сыйлықтарды ашқан балалар өздерінің дауыстарын тонап, олардың кінәсіздігін ұрлайтын сиқырдың тұзағына түсіп қалады. Аяз ата осы қорқынышты бейнеде ұрланған қуаныш пен күлкіден қоректеніп, артта бостық пен қайғы сезімін қалдырады. Бір кездері жаңа жылды қызу тойлаумен танымал болған ауылдың іші мұңая түсті. Отбасылар Аяз атаның жыл сайынғы келуінен қорқып, балаларына жұмбақ сыйлықтардың тартымдылығына қарсы тұруды ескертті. Алайда, аңызда айтылғандай, батыл жастар тобы Аяз атаның зұлым жоспарына тосқауыл қою үшін жоспар құрды. Олар алдамшы сыйлықтардың ішіндегі сиқырдан қорғану үшін әшекейлер мен бойтұмарлар жасады. Аяз ата сол тағдырлы жаңа жыл қарсаңында келгенде, балалар оны жаңа төзімділікпен қарсы алды. Ақыл мен ерік жігердің шарықтау шегіне жеткен шайқасында балалар Аяз атаның қарғысын бұзып, оның зұлым сиқырының құрбаны болғандары бас сотып алды. Аңыз Аяз атаның жеңіліске ұшыраған және әлсіреген, көлеңкеде жоғалып, енді ешқашан бұл ауылға оралмауға ант берумен аяқталады. Сол күннен бастап, ауыл жаңа жылды тойлаудың қуанышын қайтарды. Бірақ бұл аңыз ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатқан сақтық аңызы ретінде сақталып қалды. Бұл ең мерекелік сәттердің өзінде үй ішінде жасырынып қалуы мүмкін. Көлеңкеден сақ болу керектігін еске салады. Құрметті достар, видеоның соңына да келіп жеттік. Егер де сіздерге осы аңыз ұнаған болса, арнаға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып, достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Достар, мен сіздерге ескертемін, жаңа жыл қазақтардың, мұсылмандардың мейрамы емес. Сондықтан да мен бұл мейрамды тойлауға кеңес бермеймін. Сіздермен бірге болған әңгіме отаны арнасы. Қош сау болыңыздар. Келесі кездескенше арнаға тіркелуді ұмытпаңыз.